Қазіргі заманғы қазақ балалар әдебиетінің дамуына бағытталған бұл байқау былтыр халықаралық балалар кітабы күні жарияланған еді. Бәйгенің басты шарты 2 мен 8 жас аралығындағы бүлдіршіндерге арнап әдеби шығарма жазу. Айта кетерлігі, биыл бірінші рет желкеннен келген шығармашылық жарысқа кәсіпқой әрі әуесқой жазушылармен бірге шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдері де қатысқан. Сол себепті қазылар құрамы 150 автордың 200-ден астам еңбегін електен өткізген. Ал бұл игі бастамаға еліміздің мәдени мұрасы мен қазақ тілінің қамқоршысы Қазақмыс компаниясы мұрындық болып отыр. Мына рухани өміріміздегі мына үлкен корпорациялардың, үлкен Қазақмыс секілді топтың мойын бұрып жатуы, біздің әдебиетімізге мойын бұру, біздің ұрпағымызға, балалар әдебиетіне мойын бұру, әрқайсымыздың баламызға, немеремізге, енді мынау қазақ деген жаңағы кішкентай қарындас, жанар жаудыраған халықтың болашағына мойын бұру деген сөз. Балалар әдебиеті стратегиялық жанр. Ал сайыста сарапқа түскен туындылар ең әуелі тілі жатық, түсінікті әрі мазмұнды болуы шарт. Әрі шығармада ұлттық тәрбие мен елге деген құрмет менмұндалап тұруы тиіс. Сол себепті қос балғынның айнымас достығы дәріптелетін Қастек Баянбайдың Жак пен Кай әңгімесі бас жүлдені жеңіп алды. Қазақ балалар әдебиеті қанша проблемалары бар десек те, негізінен дамыған, кемеліне келген әдебиеттің бір саласы деп ойлаймын. Өйткені онда барлық жанрлары қамтылған, проза дейсіз, поэзия, драматургия, тағы басқа қанша жанр бар, соның бәрі балалар әдебиетінде бар. Оны любой кез келген жерде, кез келген елге қысылмай ұсынуға болады. Балалар әдебиетіне жаңаша тамаша тыныс берген байқауда бағын сынаған еңбектердің жартысынан көбін есім сойы елге беймәлім жас авторлар жазған. Әрі мұнда қаламсыздаған қауымға да емес, сан саланың мамандары тарланбоз еңбектерін таңдап бәйге қосқан. Мысалы, еңбек шынықтырады атты өлең топтамасының авторы Ернұр Сейдахмет, инженер-технолог, әрі жарыстың ең жас жүлдегері. Мен басқа салада жүрсем де, еңбек адамдарының арасында жүрдім. Ол маған көп көмек болды осындай шығармалар жазуыма. Өйткені шаң тозаңның арасында, қарапайым еңбек адамдардың арасында жүріп, еңбектің құдіретін түсіндім. Мыс сапырған адамдармен таныстым, қарапайым. Оның бәрі маған осы өлең жазуға маған шабыт берді. Биыл алғаш рет жалауын көтерген балауса байқауында шұрайлы һәм шырайлы жеті еңбектің бағы жанды. Сол үздік шығармалар енді Қазақ әдебиеті газетінің арнаулы қосымшасында жарияланбақ. Ал Қазақмыс тобы шарапатты осы шараны келесі жылда өткізбек.